Сәлем бәріне, бүгін 19-да бірінші есепте шығарамыз. Бұл жерде берілген формулалардың қайсысы x-ке тәуелді y функциясын береді депті. Ал бастайық. Бұл жерде ең біріншісі болады функция, себебі x-тің орнына минус санды қойсақ та, оң санды да қойсақ та, бізде y саны шығады. Яғни болады. Ал егерде x-тің орнына біз 3 санын немесе минус 3 санын қойсақ, немесе минус 2, минус 1, немесе жағына 1 санын қойсақ, мұнда y квадрат шығуы мүмкін емес. Значит, болмайды деген сөз. Үшіншісінде бізде бұл жерде y теңнің сыртында болу керек, значит, бұл болмайды деген сөз. 19-да екінші есепте функцияның анықталу аймағын табыңдар депті. Яғни бұл жерде не істеу керек? Бұл жерде бізде x-тің орнына қандай сандар келетінін жазуымыз керек. Сонда мысалға мына жерге біз минус 1-ді қойсақ, минус 1 көбейтілген 1-ге минус 1 болады. Минус 1-ді 3-ке бөлсек, бір сан шығады әйтеуір. Үтір сан, бүтін сан шықса да y мәні шығады. Яғни бұны біз минус шексіздік плюс шексіздікке дейін барады. Екіншісінде бұл жерде бізде бір санды қоя аламыз, себебі x үстінде тұр. Яғни минус шексіздік любой сан қоя аламыз. Плюс шексіздік. Мына жерде үшіншісінде x үстінде тұр, значит, мұнда да любой сан қоя аламыз. Минус 0-ді да қоя аламыз, себебі 0-ді 2-ге бөле аламыз. Ал 2-ні 0-ге бөле алмаймыз. Келесі, мына жерде бізде сонда x-тің орнына 5-ті қойсақ, 5-ке 2-ні қоссақ, біз 7 шығады, 5-ті 7-ге көбейтсек 35 шығады. Яғни y-тің мәні 35 десек болады. Немесе минус санды қойсақ болады. Минус 3 дейік. Минус 3 көбейтілген қосылған 2. Сонда шығады бізде минус 1. 5 көбейтілген минус 1 шығады бізде минус 5. Яғни бұл жерде y минус болу керек, плюс болу керек деген ешқандай зат жоқ. Бұл жерде мәні дұрыс бола білу керек. Сонда бұл жерде дәл солай минус шексіздік плюс шексіздік. 19-да үшінші есепте бізде бұл жерде x 1782, 1101, 3-тен 2, 0,3 болса, онда y тең 3-тен 1x плюс 8 депті. Сонда функциясының мәнін табыңдар депті. Қарап отырсақ, бұл жерде мен бұл жерде уже x-тің орнына 1782-ні сразу қойып тастадым. Ал шығарып бастайық. Тең. Бұл жерде 3 пен 1782 қысқарады, 594 шығады. Мұнда 1 қалады. Сонда 594-ке 8-ді қосқан кезде 602 саны шығады. Мына жерде бізде қысқарады 1, мына жерде бізде шығады 367. Тең 367-ге 8-ді қосқан кезде бізде 375 болуы қажет. Үшіншісінде бұл жерде бізде насандарды көбейту керек. Сонда 3-ті 3-ке көбейтеміз, шығады. Сонда бізде 3-ті 3-ке көбейткен кезде 9 шығады, 1-ді 2-ке көбейткен кезде 2 шығады, плюс 8 депті. Бұл жерде сонда бізде араласқан шығады 8,9-дан 2 саны. Енді төртіншісінде x орнына 0,3-ті қою керек. Сонда бұл бізде 0,3, бізде ол түрлендіріп алуымыз керек. Сонда бөлшек санға, сонда бізде шығады 10-нан 3. Яғни бұны біз осыны жазып аламыз. Плюс 8 дейміз. Бұл жерде қарап отырсақ қысқарады 3 пен 3. Енді
Бұл жерде енді ортақ бөлім береміз. Бөлшек 10-ға, сонда 80 же 1. Сонда мына жерде 80, ал мына жерде 80, мына жерде 80, ал мына жерде 1, яғни 1-ге 80-ді қосқан кезде 81, сонда 10-нан 81 тең 8,1. Достар, сіздерге айта кететін жайт, менің видеоларымды без подписки 92% көреді екен. Сол себепті бұны өзгерту керек. Кішкене болсын маған қолдау ретінде маған подписаться етіп кетіңіздер. 19-3-дің екіншісінде бізде бұл жерде x-тің орнына 25, 250 және 2,15-ті қоюымыз керек. Сонда y-тен 0,100-ден 1, x азайтылған 2,15. Сонда x-тің орнына 25-ті қойған кезде бұл жерде менде шығады 0,100. Сонда бұл жерде 0,100-ді 25-ге көбейткен кезде 0,125 шығады. Азайтылған 2,15 тең болады бізде. Бұл сан минус 2,125. Екіншісінде бұл жерде 250-ді қойымыз керек x-тің орнында. Сонда бізде шығады Сонда бұл жерде 0,100-ден 1 көбейтілген 250 бізде шығады 2,15. Сонда 2,15-тен 2,15 азайтқан кезде шығады 0. Үшіншісінде бұл жерде 0,1 көбейтілген 2,15. Сонда шығады бізде тең минус 2,475 шығады. Номер 19-за 6-шы есеп. Достар, 19-за 4-шы, 19-за 5-шы есептердің шығару үлгісі менде каналымда бар. Соны өздеріңіз жазып қарап алсаңыздар болады. Енді 19-за 6-шы сында бізде бұл жерде x-тің қандай мәнде функцияның мәні 10 болады депті. Ал бастайық. Біріншісінде бұл жерде бізде бұны теңдеу сияқты жазып алуымыз керек. Сонда 2x плюс 8 үлкен 0-ден де жазамыз. Сонда 2x үлкен минус 8-ден жазамыз. Минус 8-ден x үлкен минус 8 бөлінген 2. Сонда x-ден бізде шығады минус 4-ге. Екіншісінде y-тен минус 2 x 8. Бұл жерде дәл солайын біз минус 2x плюс 8-тен үлкен 0-ден деп жазып аламыз. Минус 2x минус 8. Сонда x. Мұнда үлкен сан минус болғандықтан біз таңба айналып кетеді де минус 8-ден минус 2-ні бөлген кезде шығады плюс 4. Үшіншісінде y-тен минус 2x азайтылған 8 депті. Сонда минус 2x азайтылған 8 тен 0. Енді минус 2x минус 8. Бұл жерде таңба ауысып кетеді. Сонда x кішкентай минус 8-де минус 2-ге бөлген кезде шығады жай ғана мына жерде плюс болады. Сонда плюс 8-де минус 2-ге бөлген кезде шығады бізде минус 4. Балалар, егер сіздерге бұл видео ұнаса, мені қолдап, подписаться етіп, бұл видеоға лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Осылайша мен жиі видео түсіріп жатамын.